40 минуттың орнына 3 сағат студенттер тапшырмай отырды, күйлерді сұрап. Ал мен дейді ол біраз сол балалардың қандай жағдайда болатынын біліп отырдым. Жүрегім қан жылап, бірақ шыдап сол балаларға күй шерткім келді. Сол сияқты біз үшін енді тәуелсіздігіміз бүгін жыным келді, біреулер көршілер чатында жазып жатыр, не керек, ол ұры Назарбаевтың күні анау мынау деп. Мен қатты айтып тастадым, айттым, балаларымыз сол қазір Украинада қаза таппағанын, ол осы тәуелсіздіктің жеңісі, басқасы енді болады. Орында бар оңағар дейді ғой қазақ. Ал мынау тәуелсіздігіміз баянды болсын дейіп, соған сол жалпы қазақта